Мына қартаның ішінде май бар да, сол майдың бәрін мынау бауыр сорып алған. Бауырдың дәмі деген керемет енді, тамаша. Жүрдім сақ тамаша болып пісіп. Холодный закускаға жақсы. Қартаның ішіне бауыр салайық деп отырмыз. Қартамызды тазартып алдық. Бездерінің бәрін алып тазарттық. Таза. Енді осының ішіне маринадтап бауыр саламыз ішіне. Енді бауырымызды ұзын шағып кесіп аламыз. Чеснок саламыз, бұрыш саламыз, дұз саламыз. Бәрін маринадтап, сосын мына қартаның ішіне саламыз. Сосын буда пісіреміз. Қазір маринадтаймыз. Чеснок мына пленкасын бәрін алып тастадық. Енді қазір сарымсақты теркадан өткіземіз. Сарымсағымызды турап алдық. Теркадан өткізіп алдық. Енді қара бұрыш саламыз. Сосын тұз саламыз. Көп салмаймыз, шамалы. Бауырымызды маринадқа саламыз. Енді жарты сағатқа қоямыз. Міне жарты сағат өтті. Енді қартаның ішіне саламыз. Салайық. Міне салып болдық. Енді екі жағын аузын зубочисткамен не қыламыз? Бекітеміз. Мінекей қартамызды болдық. Бауырды салдық бәрін. Енді бұны буға, мантаваркаға буға пісіреміз. Аударамыз. Міне қартамыз пісті. Аламыз. Міне қартамыз пісті. Бұл қартаның ішіне біз бауыр салдық, бауыр. 2-3 сағаттай пісті қарта. Бауыр. Ресторанда холодный закускаға болады. Бауыр соғылды ма? Май қайда кеткен қартаның май? Қарта піскесін шек болып қапты ғой. Майының бәрі кетті. Ал көрейік енді қартамызды. Бауыр салған қартамызды. Прям қарта прям шек болып тұр. Әдемі ме, Света? Тамаша. Сарымсақтың дәмі. Не бар? Сарымсақтың дәмі, бұрыш бәрі дәмі кеп. Тамаша. Қартамыз қайнап, мынандай не болып қапты. Қартамыз прям шек сияқты болып қапты, Майын қара. Майын түгел сорып апты. Қартаның ішінде май бар да, сол майдың бәрін мынау бауыр сорып алған. Бауырдың дәмі деген керемет енді, тамаша. Жүрдім сақ тамаша болып пісіп. Холодный закускаға жақсы. Дәмі бәрі әдемі. Кәптет еткен салған нәрсе сияқты. Ішіне салғаннан кейін бауырымыз кәдімгі салған бауыр сияқты болыпты. Біз енді буға пісірдік, буға пісіргесін бе екен. Тамаша болыпты. Керемет. Колбаса сияқты. Колбаса. Мынау несін айтса, несі, қартаның несі мынандай шек сияқты болып қапты.
қайнағасын ба екен, әлде не жұтты ма екен, неке. Ана қартайып кім айтады, кәдімгі шекке тығып қойған сияқты, шек сияқты болыпты. Тамаша, әдемі. Бауырды да осылай жай жегеннен кішкене осылай кішкене түрлендіріп, басқа не беріп, осылай шекке де тұғуға болады. Мынау қартаға да салуға болады. Мысалы, жылқының шегіне де салады кейбіреулер. Мынаның дәмі прям не сияқты да, сүрілген сияқты. Сүрленген сияқты. Әрі сүрленген, әлі ыстаған сияқты. Ұстаған. Мынау, знаешь, не олай? Мынау қарта уже сүрленді ғой. Сүреді. Сосын мына свежий бауырға дәмін беріп отыр. Сүрленген дәм. Олай қатан жей алмайсың. Біз жейміз ғой, жастар балалар жемейді. Тамаша, әдемі. Ұнады. Осылай жасап көрдіңіздер ме сіздер? Осы бауырды неге қартаға салып. Жазыңыздар. Біз енді осыны көрсетіп жатырмыз. Біздің каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз қуанып қаламыз. Рахмет қарағандарыңызға. Бұл анау. Сау болыңыз. Анау екен.